Армысыз құрметті көрермен, эфирде ашық әңгіме бағдарламасы. Бүгінгі біздің студияның қонағы студенттік жатақханаларға операторлық ету жөніндегі департамент директоры Әлімжанов Біржан Нұржанұлы. Біржан Нұржанұлы, студияға қош келдіңіз. Уақытыңызды бөліп бізге келіп жатқан үшін сізге алдын ала үлкен алғысымызды білдіреміз. Және мен бірінші сұрағымнан бастасам деймін. Жалпы жатақханаға деген тапшылық қандай біздің? Және бұл қай өңірлерде басым байқалып отырады? Алғашқы кезекте сіздерге де үлкен алғыс білдіремін. Осы торқалы тақырыпты Шымкент халқының назарына ұсынуға мүмкіндік бергендеріңіз үшін. Бүгінде білім саласында бірқатар өзекті мәселелер бар. Соның негізгісі бүгінгі таңда ол студенттерді тұрғын үймен қамтамасыз ету. Қазақстан бойынша қазіргі статистикаға жүгінетін болсақ, шамамен 90 мыңға жуық жас қазақстандықтар жатақханаға мұқтаж болып отыр. Өңірлер бөлінісінде ең негізгі үш өңір ол Алматы қаласы, ең жоғарғы деңгей 31 мыңнан астам студент, Нұр Сұлтан қаласы 17 мыңға жуық студент, және сіздердің қалаларыңыз Шымкент қаласында бүгінгі таңда 8400-ға жуық студент жатақханадағы орындарға мұқтаж болып отыр. Сондықтан да осы жағдайды ескере отыра, елбасының 3-ші бастамасының аясында Білім және ғылым министрлігі қаржы орталығымен бірге отыра арнайы механизмді әзірледі. Және де бүгінгі Шымкент өңіріне келгендегі біздің мақсатымыз осы механизмді оқу орындарында, кәсіпкерлер қауымдастығына кеңінен түсіндіру болып табылады. Жалпы бұл механизмнің ерекшелігі неде өзі? Механизмнің ерекшелігі келесіде. Бұған дейін әлеуметтік нысандарды құрылысын жүзеге асыру тікелей бюджеттен қабылдау арқылы, бюджеттен қаржыландыру арқылы жүзеге асты. Енді ағымдағы сандарға қарап отырсақ, жыл сайын, мысалы, мемлекеттік бюджеттің мүмкіндігі тура сол 1-2 жылдың көлемінде аталмыш мәселені шешіп тастауға мүмкіндік жоқ. Қаржы шектелген. Сондықтан да мемлекет өз тарапынан кәсіпкерлерге білім саласына осындай объектілерді тұрғызу арқылы кәсібін өрбітуге ұсыныс жасап отыр. Оның мәнісі келесіде. Жеке кәсіпкер, ірі инвестор, құрылыс компаниясы немесе оқу орны, ол мемлекеттік болсын, ол жеке меншік оқу орны болсын, өз қаражаты есебінен толығымен жатақхананың құрылысын жүзеге асырады. Ал кейіннен мемлекет қаржылық қолдау ретінде сол жатақханада тұратын әрбір студент үшін жылына 122 айлық есептік көрсеткіш қаржы төлейді. 8 жыл бойы. Теңгеге шаққан кезде бұл бір студентке шамамен 320 мың теңге. Яғни мемлекет толық көлемде төлеп отырады? Мемлекет толық көлемде ай сайынғы негізде бір жылдың ішінде бір студентке осындай қаржы төленеді. Яғни бұл қаржы 8 жыл бойы төленеді. Егер жалпы сандарға жүгінетін болсақ, мысалы шамамен 500 студентке арналған жатақханаға мемлекет 8 жылдың ішінде 1,2 миллиард қаржымен қамтамасыз етеді екен. Жалпы алысқа көз жүгіртпей қойық, біздің өзіміз Шымкент қаласы бойынша айтып өтейікші. Бізде жатақхана бойынша қандай мәселелер бар қазір? Шешім таппай келе жатқан. Сол туралы кішкене ойыңызды айтып өтіңізші. Енді бір қарапайым мысал келтіруге болады. 2000 жылдардың басында елімізде демографиялық жағдай күрт оңалды. Туу көрсеткіші өте жоғары болды сол кезеңде. 2000 жыл туған дүниеге келген балалар бүгінгі таңда студенттік жасқа жетіп жатыр. Демек, келер 10 жылдың көлемінде студенттердің саны жыл сайын арта бастайды. Тікелей бұл мысал сіздердің өңірлеріңізде бүгінгі таңда қызмет етіп жатқан бірнеше мемлекеттік оқу орындарына ғана қарап көз жүгіртуге болады. Жыл сайын студенттердің саны артып келе жатыр. Сондықтан да жалпы жатақханаға деген мұқтаждық мәселесі ол да өзекті болып табылады. Бүгінгі таңда Шымкент қаласында біздің мәліметімізге сәйкес 12 оқу орында мұқтаждық бар. Оның жалпы саны 8400. Оның ішінде бірнеше ірі мемлекеттік оқу орны бар, жеке меншік оқу орындары бар және 6 мемлекеттік колледж бар. Бұл мәселені шешу үшін бүгінгі таңда жалпы Қазақстан бойынша 60-қа жуық жоба бойынша жұмыс жүргізіліп жатыр. Оның ішінде осы жылы Шымкент қаласында 3 жатақхана бой көтереді. Оның екеуі іске қосылды. Бір жатақхана 350 орынға оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университетінің студенттеріне арналған. Бірақ соның өзінде толық бұл жоғарғы оқу орны бойынша мәселе шешілді деп айтуға болмайды.
Қосымша тамыз айында Оңтүстік Қазақстан медицина академиясында қайта жабдықтау, яғни реконструкциялау арқылы 200 орын іске қосылды. Және қыркүйек айында жеке кәсіпкердің қолдауымен, жеке кәсіпкердің бизнес ретінде Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университетіне тағы да 241 орынға арналған жатақхана іске қосылады. Бұл әрине бастамасы. Жалпы алған кезде осы жылдың соңына дейін Шымкент қаласында 800-ға жуық жаңа орындар іске қосылады 3 жатақханада. Және болашақта құрылыс болғандықтан бұл бір жылдың ішінде шешілмейтін мәселе. Жалпы 2022 жылдың соңына дейін бірнеше жобалар жүзеге асады. Яғни бұны толық шешкенше бізге қазір сырттан келіп жатқан абитуриенттеріміз пәтер жалдап тұруға шектеліп отыр ғой. Уақытша әрине. Уақытша қазіргі кезде студенттер өзінің тұрғын үй мәселесін өзіңіз айтып өткендей пәтер жалдап немесе жаңағы жоғарғы оқу орындары өздерінің тарапынан көмек көрсетіп қонақ үй жалдап әртүрлі шешімдерін тауып жатыр. Бірақ бұл ұзақ мерзімді шешім емес. Жаңа алдында сөзіңізде айтып өттіңіз ғой, механизмдер туралы, жасалынып жатқан осының құрылымы туралы. Осы үшін біздің кәсіпкерлер олардың ұсынатын мүмкіндіктері қандай жаңа механизмге? Кәсіпкер үшін қазіргі кезде екі негізгі жол бар. Бірінші ол құрылыс, жаңа жатақхананың құрылысы. Бұл жағдайда кәсіпкердің өзінің жеке меншігінде немесе жалға алынған жер телімі болуы тиіс. Құрылыс жағдайында жаңа құрылыс болса, құрылысқа жүзеге асырылатын жатақхана толығымен санитарлық және құрылыс нормаларына сәйкес келу керек. Оның ішіндегі негізгі көрсеткіш бұл бір студентке кемінде 6 шаршы метр тұрғын үй ауданы қажет бір студентке. Сондықтан да бұл көрсеткішті назарға алған жөн құрылыспен айналысам деген кәсіпкерлерге. Құрылыс жағдайында мемлекет өз тарапынан жоғарыда аталып өткендей 122 айлық есептік көрсеткіш өтейді 8 жыл бойы. Және жер телімі жоқ, бірақ қазіргі кезде белгілі бір бизнес түрі ретінде қызмет етіп жатқан ғимараты болса, бізде бұл жағдайда кәсіпкерлерге ұсынатымыз аталмыш ғимаратты реконструкциялау, қайта құру. Мысалы, қонақ үй, айталық немесе бизнес орталық. Дәл сол ғимаратты егер кәсіпкер өз қаражаты есебінен реконструкциялау нәтижесінде студенттік жатақханаға айналдыратын болса, сәйкесінше бұл кәсіпкерлерге мемлекет өз тарапынан 8 жыл бойы 47 айлық есептік көрсеткіш төңірегінде ақша төлейді. Оның теңгеге шаққандағы көрсеткіші бір студент үшін 120 мың теңге. Осы мәселе бойынша бой көрсеткен кәсіпкерлер болды ма Шымкент қаласы бойынша? Әрине. Жоғарыда аталып кеткен үш мысалдың екеуі тікелей жеке кәсіпкерлердің бастамасымен жүзеге асырып жатқан жобалар. Жалпы Қазақстандағы жобалардың санына жүгіртетін болсақ, мысалы 60 жоба болса, соның 47-сі әртүрлі деңгейдегі жеке меншік субъектілердің арқасында жүзеге асып жатыр. Сондықтан да кәсіпкерлердің бұл механизмге деген жалпы қызығушылығы бар. Бірақ оған қарамастан ақпарат механизм бойынша әртүрлі сұрақтар менің ойымша қоғамдастықта өте көп. Сондықтан соларға мардымды нақты жауап беру үшін біздің осы іс-шараны ұйымдастырып отқан мақсатымыз сол болып отыр. Тағы да қосымша бір айта кететін жағдай, мысалы кез келген жоба әрқашанда қаржылық тұрғыда көмекті талап етеді. Көбінесе шағын және орта бизнес субъектілері үлкен жобаларды іске асырған кезде екінші деңгейлі банктердің несиесіне арқа сүйейді. Бұл жағдайда бір өте жақсы ақпарат бар. Осы жылдан бастап жатақхана құрылысы және жеке меншік мектептер құрылысы бизнестің жол картасы атты мемлекеттік бағдарламасының шеңберінде субсидиялану мүмкіндігін қарастырып отыр. Яғни екінші деңгейлі банк сізге 15%-бен несие ұсынатын болса, жатақхана құрылысын жүзеге асыруға оның 9%-ын мемлекет кәсіпкерлікті дамыту қоры арқылы өтей алады. Яғни сіз үшін, кәсіпкер үшін несиенің жүктемесі 6% деңгейінде қалады. Менің ойымша бұл өте жақсы көмек секілді. Субсидия 7 жылдың ішінде өтеледі. Сонымен қоса тағы да бір айта кететін жер телім мәселесі. Өздеріңіздің мәлім үлкен қалаларда, әсіресе Шымкент, Алматы, Нұр Сұлтан деген қалаларда жер мәселесі өте өзекті. Қазір жерді бізді мысалы Шымкент
жалпы үлкен мегаполис қалалардың орталығынан жер табу қиын бұндай орындарға. Сондықтан көп ретте бізде шеткі жерлерге, қала шетінен жер табылып, сол жақта құрылыстарын жүргізіп жатады. Сондай мәселелер бар да. Біз Шымкентте де бар ондай мәселелер. Ондай мәселе, үлкен, сіз өзіңіз айтып өткенде, үлкен ірі қалалардың барлығына тиесілі. Мәселен, бірінші жағдайда кәсіпкердің өз жер телімі болса, ол қаланың орталығында болсын, жалпы қаланың шегінде болсын, онда сұрақ жоқ. Ал мысалы қаржылық тұрғыда толығымен қамтылған, бірақ жер мәселесі ашық болып жатады кейбір кәсіпкерлер үшін. Бұл жағдайда біз әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациялар бар әрбір өңірде. Мысалы, сіздердің өңірлеріңізде бұл Шымкент әлеуметтік корпорациясы. Жер кодексінде бір жеке мынандай бап бар. Инвестициялық жобаларды жүзеге асырған кезде жер телімдері конкурссыз беріледі деген. Яғни егер ол ашық конкурс болатын болса, онда кәсіпкер үшін келесі бір қауіп бар. Ертең жатақхана құрылысымен айналысам деп әкімдік жер телімін бөлген күннің өзінде де бірінші конкурс өту керек. Сол кезде оған ол жерге қызыққан басқа да бірталай кәсіпкерлер болуы мүмкін. Сондықтан да жалпы сол уақытқа дейін жасаған жұмыстың барлық нәтижесі құрдымға кетуі мүмкін. Демек, сондай жағдай болмас үшін біз әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациялар арқылы инвестициялық жобаларды жүзеге асырған кезде конкурстың өткізуінсіз жер телімдерін тікелей сол инвестициялық жобаға бастама жасап отқан кәсіпкерге бөлу механизмде қарастырылған. Сондықтан да жер телімі болмаған жағдайда дәл сол механизмге жүгінуге болады. Және қосымша қандай қолдау шаралары бар осы механизмге? Қосымша қолдау шараларының жоғарыда айтып өткен ең ірілері ол әрине мемлекеттік тапсырысты орнату, ол субсидиялау жол картасы, бизнестің жол картасы механизмі арқылы. Және қосымша тағы да бірнеше мәселе бар. Оның біріншісі, іске қосылған жатақханада әлеуметтік нысан болғандықтан коммерциялық алаңдарды ұйымдастыруға толығымен мүмкіндік бар. Айталық, жатақханада 1000-1500 студент өмір сүретін болса, сәйкесінше оның барлығы сіздің әлеуетті тұтынушыларыңыз. Ол жатақхананың негізінде асхана ұйымдастыруға болады, ол жатақхананың негізінде әртүрлі тұрмыстық қызмет көрсететін нүктелерді ұйымдастыруға болады. Сондықтан да бұл тарапта біз ешқандай шектеу қоймаймыз. Тағы да қосымша көмек ретінде бір айта кететін жағдай, жатақхананы іске қосқаннан кейін келесі 12 айдың ішінде біз жатақхананың иесіне жоғарылатылған коэффициентпен мемлекеттік тапсырысты өтейміз. Мәселен, келесіде, мысалы, жатақхананың жалпы орындардың саны 500 болса, ал айталық іске қосылғаннан кейін 12 айдың ішінде 200-250 адам тұратын болса, біз сәйкесінше 2 есе 400 немесе 500 адамға төлейміз. Бірақ жалпы орындардың санынан көп емес. Бұл не үшін? Бұл қолдау шарасы жатақхана іске қосылғаннан кейін сәйкесінше өзіңіз айтып кеткендей пәтерде тұратын, өзге жерде орналасқан студенттердің барлығын жинап басын қосу керек. Жарнама жүргізу керек, ақпарат тарату керек дейді. Сондықтан да осы алғашқы 12 ай біздің тарапымыздан бір инерциялық кезең дейді, қолдау мақсатында жүзеге асырып отырық. Сол тетікті арнайы енгіздік. Ал механизмге қатысу үшін кәсіпкерлер қандай қадамдарды қабылдау қажет? Алғашқы кезекте кәсіпкерлерге кеңес ретінде мен ұсынарым жалпы механизммен толық танысу қажет. Бір бағдарламаның шеңберінде толық бүге-шүгесінен айтып кету әрине мүмкін емес. Сондықтан да бұл механизмнің жеке промо сайты бар. Оның мекен-жайы www.studom.kz деген сол сайтта толығымен бағдарламаның нормативтік құқықтық базасы, жүзеге асырылған жобалар туралы ақпарат, шамамен белгілі бір санға жатақхана құрылысын жүзеге асырған кезде қанша қаражат көлемі болуы тиіс. Барлық осы механизмге байланысты жаңалық. Сондықтан да бірінші кезекте сол ақпаратпен танысып, кейіннен егер сұрақтары болса, біз кез келген уақытта қаржы орталығының арнайы колл-центр бар. Оның нөмірі 695-137. Осы нөмір бойынша хабарласып ақпарат алуға болады. Және толық ақпаратпен танысқаннан кейін шешім оң болса кәсіпкер тарапынан, онда сәйкесінше құрылыс жағдайында жер теліміне байланысты екі құжат және реконструкция жағдайында болған кезде ол тікелей ғимаратқа байланысты меншіктігін дәлелдейтін, оның ағымдағы жағдайын дәлелдейтін бір қатар құжаттарды ұсынуға тиіс. Сол құжаттарды зерделеп, шешім қабылданғаннан кейін келісім шартқа қол қойылады. Және сол келісім шарттың міндеттемесіне сәйкес
жатақхана иесі келер 2 жылдың ішінде не құрылысты аяқтау керек, не реконструкцияны аяқтау керек. Аяқталғаннан кейін студенттердің, орналасқан студенттердің санына сәйкес қаржыландыру басталады. Бүгінгі таңда дәл осындай мемлекеттік тапсырысқа келісім шартқа қол қойып, бүгінде ай сайын қаржысын алып отырған бірнеше мысал бар. Оның біреуі Алматы қаласында, екіншісі Шымкент қаласында, үшіншісі Қарағанды қаласында. Ал құрылысы жүріп жатқан жатақханалардың сапасын тексеру кімнің құзырына кіреді? Жоғарыда аталып өткендей, біз өзіміздің тарапымыздан қаржы орталығы ретінде құрылысқа бірегей ерекше бір талаптар қоймаймыз. Міндетті түрде ол жатақхана секциялық түрде болуы мүмкін, немесе тағы да басқа. Ең бастысы, іске қосылатын жатақхана барлық санитарлық және құрылыс талаптарына сәйкес болу керек. Оны қаржы орталығы емес, сәйкесінше жергілікті құзыретіндегі арнайы мекемелер бар, солар тексереді. Біз ол тараптан ешқандай талап бермейміз. Бірақ сұрағыңыздың мен жалпы төркінін түсініп отырмын. Ертең ол жатақхана іске қосылғаннан кейін тиісінше ол бірнеше жылдар бойы жатақхана ретінде сапалы қызмет ету керек деп. Енді мәселе келесіде. Бұл жатақхана болашақта мемлекеттің меншігінде өтпейді. Ол сол кәсіпкердің өз меншігінде болады. Тиісінше бизнес жоба, ол бизнес бірнеше жылдар бойы кәсіпкерге пайда алып келу жағдайы болса, онда кәсіпкер бұл жатақхананы салған кезде ойланады. Сапасы дүниені іске асырса, әрине бір 5-6 жылдан кейін оның толық жөндеу жұмыстарын жүзеге асыру керек. Сондықтан да менің ойымша көп жағдайда біз айтып жатамыз, мемлекет емес, керісінше жеке сектор жақсы менеджер деп. Сондықтан да бұл жерде сол қағиданы әрбір кәсіпкерге өз жадында ұстаған дұрыс болуы тиіс. Және ең маңызды мәселе, 8 жыл бойы мемлекеттік тапсырыс өтелгеннен кейін келер 12 жыл бойы бұл ғимараттың мақсаты, қолдану мақсаты өзгеруіне шектеу қойылады. Яғни мемлекет өз тарапынан қаржысын жұмсағаннан кейін жалпы 20 жылдың ішінде бұл ғимарат тек қана студенттерге арналған жатақхана ретінде қызмет етуі қажет. Және сол жердегі студенттердің қауіпсіздігіне сол жатақхананың иесі, яғни кәсіпкер жауап береді. Міндетті түрде. Құрметті көрермендер, бүгінгі біздің қонақта студенттік жатақханаларға операторлық ету жөніндегі департаменттің директоры Әлімжанов Біржан Нұржанұлы болған еді. Біржан мырза, тағы да айтып өтейін, сізге рахмет уақытыңызды бөліп келгеніңіз үшін. Ойлаймын, алда біздің Шымкентіміз, жалпы Қазақстан болсын, бұл жердегі жастардың, студенттердің барлығының жаңағы мақсат міндеттері орындалып, жатақханалар көбейер деген ойдамыз. Құрметті көрермендер, мен сіздермен келесі бағдарламадан қоштасамын. Арнадан ауыспаңыздар.